Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осыны керемет дәмді болып пісетін қыстық салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәмі өте әдемі, өте күшті болып шығады. Менімен бірге болыңыздар және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің жаңа рецепттерін өткізіп алмас үшін. Достар, бізге керегі сәбіз, ащы бұрыш, болгар бұрышы, пияз, томат пастасы, сұйық май, уксус және тұз, қант керек болады. Достар, біз жаңағы ең бірінші сәбізімізді осыны үкіштен өткізіп аламыз. Сәбізімізді үкіштен өткізіп алғаннан кейін жаңағы болгар перцін алып, бұлай төртбұрыш тығып турап шығыңыздар. Сосын пиязымызды да солай турайтын боламыз. Енді болгар бұрышымыз турап болғаннан кейін пиязымызды алып, бұлай төрт бұрышты қылып турайсыздар. Енді біз табамызды қыздырып, үлкен кастрюля алдыңыздар. Соған 2 стакан сұйық майдан қосамыз. Және майыңызды қыздырып алыңыз. Енді қызып тұрған майға пиязымызды қуырамыз. Соның үстіне енді жаңағы сәбізімізді саламыз. Енді үстіне тұз саламыз. Үстіне болгар бұрышын саламыз. Сосын бетін жауып қойыңыздар. Достар, енді жаңағы уксусты біз жаңағы содамен гасить етіп аламыз. 1 стакан суға. Сосын бар осы жаңағы салатымызға құямыз. Үстіне 3 қасық томат паста қосамыз. Сосын қазір біраздан соң тағы да жетпей жатса тағы да қосатын боламыз. Осын бәрін араластырып, енді үстіне қант қосамыз. Бәрін жақсылап араластырыңыздар. Достар, біз жаңағы салатымызға ащы бұрышты майдалап турап, қазір салатын боламыз. Енді осы бетін бәрін жауып, біздің жаңағы сәбізіміз жұмсарғанша бұқтыратын боламыз. Осылай бетін жауып қойыңыздар. Араластырып тұрыңыздар, арасында асы күйіп кетпес үшін. Және де тағы 1 стакан су қосуға да болады. Достар, міне біздің салатымыз пісіп жатыр. Астын жайып қойыңыздар, кішкене жай болып қайнау керек. Тұзын жаңағы дәміне қарай тағы да салыңыздар, дәмін обязательно қарап отырыңыздар. Сосын жаңағы сәбізді жұмсақ болғанша пісіретін боласыздар. Жұмсақ болған кезде сіздің салаттарыңыз дайын болады. Біздің салатымыз дайын болды. Осылай банкаға жауып қойсаңыздар да болады. Қысқа сақтап, және де осы любой гарнирмен, яғни күрішпен де, картоппен де, макаронмен де жесеңіздер өте күшті үйлеседі. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға көп-көп рахмет.